Өкінішті, менің аудиториямда біраз оқырмандар баласын бірінші орынға қояды екен. Жақсы дейік, айталық, жақсы, баланы бірінші орынға қойдың делік. Енді осы жерде баланы бірінші орынға қойғаннан кейін балада проблема болатын. Уже мен неше видеомда айттым, бұл біріма енді екінші жағы бар. Сол бала, әкесін баланың көз алдында сыйламаған анасын көргеннен кейін ол да сыйламайды. Яғни әкенің баланың алдында авторитеті жоқ. Көрдіңіз бе? Ондай бала әкесін сыйламайды, және ол балада қыз бала болса, Құдай сақтасын, ер азаматтар тарапынан өте көп қорлау болуы мүмкін. Ұл болса, төбелеске, жаңағы бір нәрсеге ұрынып қалу, жаңағы кез келген бір нәрседе жаңағы таяқ жеп қалу деген секілді. Таяқ жеп қалғанда жаңағы қорқақ болады деген емес, қорғансыз болып көрінеді. Ұл бала болса, қорғансыз. Оған адамдар тиіскісі кеп тұрады. Оған адамдар жаңағы түртіп жеріп, әйтеуір бір нәрсесін тартып алғысы кеп тұрады. Яғни оның уже әке, үйдегі шеше әкені жаңағы авторитет жоқ басып тастағанда балалар солай қорғансыз болып өседі. Айттым, қыз балаға қаншама ер азаматтардың көздері түсіп, қыз балаға неше түрлі нәрсе жасауы, жаңағы неше түрлі қорланып жатқан, Құдай сақтасын, осының барлығы әкенің қорғансыз болып тұрғаны. Ал әке қалай қорғансыз болады? Шеше әкені бірінші орынға қоймағандықтан. Шешесі әкесі үйдің президенті, осы үйдің отағасы деп бірінші орынға қоймағандықтан осындай қаншама мәселе орын алып жатыр. Ал соны сіздер, әйел азаматтар, қолға ала аласыздар. Сіздердің қолдарыңыздан келеді сол. Қарапайым ғана нәрсе. Сіз баланы жақсы көрмеу арқылы баланы кеудеңізге итеріп тастау емес. Жақсы көресіз, ана махаббаты әрқашанда бол. Бірақ әкені итеріп тастау емес. Әкенің орны баладан биік болу керек. Сіздің ойыңызда әкенің орны баладан биік тұру керек. А бала оның кіндігінен жаратылған, сондықтан ол әкеден төмен тұру керек. Осы нәрсені жақсы біліп алу керек сізге.